Болашағыңның өзгеруін қаласаң, сол өзгерісі тап қазір жаса. Әлемнің өзгеруін қаласаң, сол өзгерудің алғашқысы өзің бол. Бәрі ағып кетеді, бәрі өзгереді. Әлдекімнен көмек күтіп не басқа бір сәтті тосып отырсақ, өзгеріс өздігінен келмейді. Өзімізді ғана күту керек. Өзгеріс деген мына өзіміз. Адамның қажырлы еңбегі үшін ең үлкен сый қол жеткізген табысы емес, оның бойындағы өзгеріс. Мен бірнеше сағат ішінде өмір толығымен өзгеруі мүмкін деп ойлағанды ұнатамын. Әйтпесе мен өмір сүруден жалығатын едім. Мен бұрын бәрінің өзгеретініне үміттенемін деп айтатынмын. Содан кейін бәрінің өзгеруі үшін өзімнің өзгеруім керек екендігін түсіндім. Әрекет етудегі мақсатқа адам ең алдымен өзін-өзі жетілдіруі, сонан кейін бір үйде немесе бір қалада тұратын басқаларды жетілдіру арқылы жетеді. Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады. Мінез әркімнің өзін-өзі нұсқап мақсатқа жету жолындағы пәрменді құлшынысынан байқалады. Егер адам бойындағы зиянды әдет дағдыларды түп тамырымен бір уақытта жою үшін аз да болса да бар күш-жігерімен кіріссе, одан құтылу да қиынға түспес еді. Бірақ та қиыншылығы сонда, мысқылдап ұзақ уақыт енген жаман әдет дағдыны құрту үшін соншама ұзақ уақыт күресу керек.